Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше түрлі түсті тұшпараларды дайындайтын боламыз. Балаларыңызға ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Ең бастысы, бұл тұшпаралар табиғи өнімдерден жасалады, яғни зиянды бояғыштарды қолданбаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ал кеттік. Біз түрлі түсті тұшпараларды түстерге бояу үшін қызылша, сәбіз және де шпинат қолданатын боламыз. Одан басқа көк түсті шығару үшін краснокочанная капустаны қолдансақ та болады. Енді көкөністерімізді бір-бірден блендерден өткізіп аламын, ұсақтап турап алып. Бізге қажеті осы көкөністердің шырыны. Егер де сізде үйіңізде көкөністің шырынын бөлек, нағызын бөлек шығаратын соковыжималка бар болса, соны қолдансаңыз тіпті керемет. Менде ондай жоқ болғандықтан блендерді қолданамын. Шпинаттың да сабақтарын алып тастап, осылай барлық көкөністерімді сақтап алдым. Енді бұл көкөністердің шырыны шығу үшін әрқайсысына бір шай қасықтан тұз салып, араластырып 10-15 минутқа қойып қоямын. Міне осылай сыққан кезде қолымызбен шырына осылай бөлініп жатыр. Тұз өзінің жұмысын жасаған демек. Енді әрқайсысын ситадан өткізіп, шырынын бөлек сүзіп аламыз. Бізде осындай 30-40 мл шырындарымыз дайын болды, және қалған көкөністерімізді басқа тағамдарға, сорпаларға қолданып жіберсеңіздер болады. Біз оларды қазір қолданбаймыз, тек шырынын қолданамыз. Енді барлығын 60 мл-ге жеткізетіндей қылып, үстіне су құямыз. Негізінен тек қана шырыннан да елесеңіз болады, немесе жартысын дәлмен сияқты су қосып елесеңіз де болады. Барлығы 60 грамм сұйықтық қажет бізге. Енді 2 жұмыртқаны жарып, 3 кесеге бөліп құйып шығамыз. Сонан соң әр кесеге бір шай қасықтан сұйық майымызды құйып шығамыз. Енді әр тұс қамырға 150 грамм ұн қолданатын боламыз. Оны електен өткізіп дайындап аламыз да, сұйықтығымызды біртіндеп құйып, біртіндеп қамырларымызды илеп аламыз. Осындай жұмсақ, қанған қамыр етіп илеп аламыз. Біздің қамырларымыз өз түсін сақтау үшін әсіресе қызылша қосылған қамырға міндетті түрде лимон шырынын сығып қосып жіберіңіздер. Менде болмағандықтан видеода қосқан жоқпын, негізінен солай жасағандарыңыз дұрыс. Енді қамырларымыздың бетін жауып, кем дегенде жарты сағатқа демалдырып аламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын, қанап, жұмсақ болып тұр, жұмыс жасауға дайын деген сөз. Енді әрқайсысын кәдімгі тұшпара жасағандай етіп, жұқалап жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер, орташа етіп жайып аламыз. Сонан соң менде осындай бокалдың көмегімен дөңгелек формаларын ойып шығамын. Көлемі кішкентай болғаны дұрыс. 5 грамм қамырға 5 грамм фарш кетеді. Салмасына тартылған ет, ұсақтап туралған жуа, тұз, бұрыш және де сүт қосып жіберіңіздер міндетті түрде. Сүт немесе клейге қоссаңыздар, фарштарыңыздың дәмі өте керемет, кәдімгі тәтті болып шығады. Енді фарштарымызды қамырларымызға салып, орналастырғаннан соң осылай екі жағын жабыстырып, артын түйіп, ортасына тесік қалдырмай түйіңіздер, сонда әдемі аккуратный болып шығады. Қалған сары және қызыл қамырларымызды да дәл солай жасап шығамыз. Фаршыңыз азғантай, қамырыңыз көп болып қалмасын, себебі піскен кезде қамырыңыз үлкейіп, әдемі мес болып қалады, топ-томпақ болып шығу үшін осылай бірге-бір етіп саламыз. Ендігі кезекте қызыл қамырымыз соңында дәл солай жасап аламыз. Осымен біздің тұшпараларымыз дайын. Сіздерге әдемі болып көріну үшін қағаз қатар етіп тізіп қойдым. Дәл осылай мұздатқышқа салып қатырып қойсаңыздар болады, және тапсырысқа дайындасаңыздар өте әдемі, және де пісіріп те қазір көрсететін боламын. Түсін қаттырақ ету үшін қызыл қамырға, паприка, сары қамырға көк куркума қосып жіберсеңіздер де болады. Тұшпараларымызды пісіру үшін суымызды қайнатып аламыз, және де кішкене май саламыз. Менде тоң май, сіздер кәдімгі сұйық май салсаңыздар да болады. Дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап қайнатып аламыз. Сонан соң мен кептірілген сарымсақтарды салдым, және де бұрыштардың қосындысын, яғни смесь перцев салып жібердім. Сіздер кез келген өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді қосып жіберсеңіз болады, және лавр жапырағын біреуін салып, 1 минут қайнатқан соң қайтадан алып тастадым. Сонан соң қолымызды күйдіріп алмай, ақырын ғана тұшпараларымызды қайнап жатқан суымызға саламыз. Осылай жақсылап қатты қайнап жатқан күйде салыңыздар, және де астын баспаңыздар.
орташа отта 10-15 минут қана пісіріп алыңыздар. Одан көп ұстамаңыздар, себебі қамырларыңыз үлкейіп, езіліп кетеді. Егер де сіз тұшпаған дәл осылай пісіретін болсаңыз, одан кейін басқаша пісірмейтін боласыздар. Өте қатты ұнайтынына 100% сенімдімін. Мінекей, осымен видеомыз соңына жетті. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп, мені қолдап қойды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.